Сәлем достар, бүгін мен осындай ысталған ет қосылған ет астым. Дәмі кәдімгі иісі ысталған шұжықтың иісі сияқты шығады пісіп жатқанда, және ысталған дәм болады. Пісірілу жолын көргіңіз келсе, алдағы видеоны соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліңіз. Сәлем достар, бүгін мен ет асамын. Ол үшін маған сүйекті еттерден ет керек, омыртқа болсын, кез келген сүйегі бар және жұмсақ турауға келетін еті бар еттерден аламын. Менде жылқы еті тұздалған. Сорпаға дәмі жақсы шығу үшін сүйекті жерлерінен алдым. Және қазы. Енді бұл еттің ерекше болатын жері мынау түрінен көрініп тұр, бір сарғыштау ет. Бұл ысталған ет. Қазақстанның солтүстік аймағында етті өте жақсы ыстап біледі екен, әсіресе Көкшетау жақтарда. Сонымен бұл ет ысталған ет. Бір табаққа, мысалы, үлкен бір табақтық етке осындай бір бөлек, бір алақандай ет қоссаңыз, дәмі де сорпасы да өте керемет болып шығады. Сондықтан тек қана ысталған еттің тек өзін ғана аспаймыз. Осындай көп етке бір алақан, екі алақан етті қосып, алақандай етті қосып асамыз. Сонымен осы еттерді қайнатамын. Еттің барлығы тұздалған, сондықтан мен бір шай қасық қана тұз қосамын. Егер сіз ысталған ет, ол міндеттерде алдын ала тұз алады. Егер мұндағы басқа еттерді тұздалмаған ет қосатын болсаңыз, онда тұзды молырақ қосуға болады. Сонымен осы барлық етті қайнатамын. Ет қайнады. Кепкен, тұздалған еттер болғандықтан көбігі аса шықпады. Шыққан көбігінен тазалап аламын. Және одан ары қарай ақырын отта ысталмаған еттерді 2 сағат, ысталған етті 2,5 сағат қайнатамын. Ет 1,5 сағат қайнаған соң етті сүзіп алдық. Және қазыменен ысталған етті ұзағырақ қайнату үшін қалдырған болатынбыз. Оларды да сүзіп аламыз. Және сорпаны артық көбіктен тазартып аламыз. Етті сүзіп алған соң 2 пиязды дөңгелектеп турап, бетіне сорпа мен май араластырып құйып, бір бұрқ еткізіп аламыз. Сорпаны барынша қайнатамыз және оған 2 күлше ашытылмаған қамырдан кәдімгі еттің қамырын жайып алдық. Соны салып пісіріп аламыз. Қамыр осылай көтеріліп бастағанда сүзіп алып аламыз. Қамырды тәрелкеге түсіріп алған соң қайнатылған пиязымыздан алып, сорпасын майынан қамырымыздың бетіне құйып жібереміз. Қамырдың бетіне туралған еттерді саламыз. Ысталған еттер, мынау қызыл еттердің барлығы ысталған ет. Және бетіне
қазыны сала қоямыз. Бетіне қайнап тұрған тұздығымызды құямыз. Ыстық күйінде. Тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.